үй жағдайында 3 заттан тұратын өте дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Ол үшін 3,2% сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Және 6 дана жұмыртқамыздың осылай сарысы мен ағын бөліп алып, қантымызды 2-ге бөліп үстіне қосамыз. Қант пен жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, бағанағы сүттің үстіне қосып жақсылап араластырамыз да қоюланғанша отта ұстаймыз. Одан соң оттан алып, бөлек ыдысқа құйып аламыз. Жұмыртқаның ағы мен қантты осылай көпіргенше араластырып аласыздар да, бағанағы сүттің үстіне салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Барлығын қосып жақсылап араластырып болғаннан кейін кез-келген формаға құйып, мұздатқышта 5-6 сағат ұстайсыздар. Мен осыны 2 ыдысқа құйып алдым, бетін тегістеп мұздатқышқа салдым. Міне 6 сағатымыз өтті, балмұздағымыз өте дәмді болып шықты. Балдарыңызды осылай үй жағдайында қуантып тұрыңыздар. Менің қызым да балмұздақты сүйсініп жеп алды.